Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып математика пәні 7 сабақ. 1 миллионға дейін мыңдықтармен санау, сандар тізбегі тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, бірінші тапсырманың астына қараймыз. Бірліктер класында қанша разряд бар? Оларды ата. Мыңдықтар класында қанша разряд бар? Оларды ата. Кестедегі сандарды оқы дейді. Балалар, кестеге мұқият қараймыз. Мынау бізде кластар, яғни бірліктер, мыңдықтар класы. Ал енді ода қанша разряд бар екенін атаймыз. Бірліктер класында 3 разряд, ал мыңдықтар класында да 3 разряд бар. Ол бірліктер, ондықтар, жүздіктер, 1 мыңдық, 10 мыңдық және 100 мыңдық разрядтар. Енді осы сандарды атап көрейік. 1, 21, 321, 4000, 54000 және 654 000 сандары. Тапсырмасы. Сандарды оқы, кез келген екі санды таңда, оларды жаз және салыстыр. Қорытынды жаса дейді. Балалар, берілген сандарды оқып көрейік. 25 000, 902 000, 458 000, 563 000, 2 000, 77 000, 44 000, 1 миллион. Ал енді осы сандардың ішінен кез келген екі санды таңдап, оларды салыстырайық. Мен 563 000 мен 902 000 сандарын таңдадым. Ал енді оларды салыстыратын болсақ, балалар көп таңбалы сандарды жоғарғы разрядтан бастап салыстырады. Яғни 563, мұнда 902. Демек 902 000 саны бізде артық болып тұр. Б-сы. Мына сандарды жаз. 6 10 мыңдық, 105 бірлік, 300 мыңдық, 5 мыңдық, 45 мыңдық, 505 бірлік. Ал енді осы сандарды жазып көрейік. 60 000, 105, 300 000, 5 000, 45 000 және 505 сандары. В-сы. Осы сандарды тізбегін өсу ретіне қарай жаз дейді. Осы жазған сандарымызды енді өсу ретімен жазайық. Өсу ретімен 505, 5 000, 45 000, 60 000, 105, 300 000. Осылай жазып шықсақ болады. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы, ондағы сандарды кему ретімен жаз. Мәтінді оқиық. Жер бетіндегі өсімдіктер тізімі 1 миллионнан астам атаудан тұрады. Ғылыми атау ретінде 300 000 таңдап алынған. Тағы 480 000 қосымша болып табылады. Мәтіндегі сандар 1 миллион, 300 000 және 480 000. Осы сандарды енді кему ретімен жазайық. Кему ретімен 1 миллион, 480 000 және 300 000. Осылай кему ретімен жазсақ болады. Үшінші тапсырма. Дәптеріңе сан сәулесін сыз, санды сәулеге белгіле де әр теңсіздіктің шешімдер жиынынан 5 мәннен жаз дейді. Балалар, берілген сан сәулесін дәптерімізге сызып аламыз. Мұнда 543 000-нан x саны артық болып тұр. Демек, осы теңсіздіктің шешімдер жиынынан 5 санды, яғни 5 мәнді тауып жазуымыз қажет екен. Сан сәулесін сыздық, санды белгіледік. 543 000-нан артық 560 000. 543 000 кем 645 000-нан, 543 000 кем 734 000-нан, 543 000 кем 798 450-ден, 543 000 кем 986 000-нан. Келесі сан бізде 908 000 артық x-тан. Демек, осы саннан кем санды жазуымыз қажет. 908 000 артық 902 000-нан, 908 000 артық 840 000-нан, 908 000 артық 635 000-нан, 908 000 артық 547 000-нан, 908 000 артық 377 000-нан. Осылай жазсақ болады. Төртінші тапсырма. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 359 сантиметрде қанша метр, дециметр, сантиметр бар екенін анықтауымыз қажет. 359 сантиметр тең 3 метр 5 дециметр 9 сантиметрге. 98 сантиметрде 9 дециметр 8 сантиметр бар. 105 сантиметрде 1 метр 5 сантиметр, 5 метр 6 дециметр 8 сантиметрде 568 сантиметр, 9 метр 7 дециметрде 970 сантиметр, 7 метр 5 дециметрде 75 дециметр бар. Бесінші тапсырма. Есепті шығар. Асы.
Саябаққа әр қатарға 4 бұтадан 8 қатар қызыл раушангүл және 23 бұта ақ раушангүл отырғызылды. Саябаққа барлығы қанша раушангүл отырғызылды дейді. Қысқаша жазбасын жазып аламыз. Берілгені қызыл раушангүл 4 бұтадан 8 қатар, ақ раушангүл 23 бұта. Барлығы қанша екенін анықтауымыз керек. Шешуі: ең бірінші қызыл раушангүлдің санын анықтап алуымыз керек. Ол үшін 4 бұтадан 8 қатар деп тұр. Демек 4-ті 8-ге көбейтеміз, тең 32. Ал барлығын табу үшін қызыл раушан мен ақ раушанның санын бір-біріне қосамыз. 32 қосу 23 тең 55. Жауабы: саябаққа барлығы 55 раушангүл отырғызылды. Тапсырмасы: саябаққа отырғызу үшін 179 жалпақ жапырақты және 186 қылқан жапырақты ағаш көшеттері әкелінді. Егер әлі отырғызылмаған 145 көшет бар болса, саябаққа қанша ағаш отырғызылған? Қысқаша жазбасы: берілгені жалпақ жапырақты 179, қылқан жапырақты 186, отырғызылмаған 145, отырғызылған ағаш санын анықтауымыз керек. Шешуі: ол үшін жалпақ жапырақ пен қылқан жапырақты ағаштардың санын бір-біріне қосамыз. 179 қосу 186 тең 365. Ал енді 365-тен 145-ті азайтамыз, тең 220. Жауабы: 220 ағаш отырғызылған. 6-шы тапсырма: теңдеулерді шеш. Азайту: 80 тең 320 қосу 350. Балалар, аны анықтау үшін 320-ға 350-ді қосып аламыз. Яғни бұл құрылымы күрделі теңдеу, оны жай теңдеуге айналдырамыз. Азайту 80 тең 670. Ал енді аны анықтау үшін 670-ге 80-ді қосамыз. Тең 750-ге. Ал енді теңдеуді тексереміз. 750 азайту 80 тең 320 қосу 350. 670 тең 670. Х қосу 120 тең 900 азайту 540. 900-ден 540 алсақ 360. Х қосу 120 тең 360 деп аламыз. Мұндағы х белгісіз, оны анықтау үшін 360-дан 120-ны азайтамыз. Х тең 240-қа. Ал енді х теңдеуді тексереміз. Х орнына қойып 240 қосу 120 тең 900 азайту 540. 360 тең 360. 590 азайту х тең 110 қосу 260. 110-ға 260-ты қоссақ 370, сонда 590 азайту х тең 370 деп аламыз. Мұндағы х белгісіз, оны анықтау үшін 590-нан 370-ті азайтамыз. Х тең 220-ға. Ал енді х-ті орнына қойып теңдеуді тексереміз. 590 азайту 220 тең 110 қосу 260. 370 тең 370 болады. 480 қосылған б тең 960 азайту 150. 960-тан 150-ді азайтсақ 810, 480 қосу б тең 810 деп аламыз. Мұндағы б белгісіз, оны анықтау үшін 810-нан 480-ді азайтамыз. Б тең 330-ға. Ал енді б-ны орнына қойып теңдеуді тексереміз. 480 қосылған 330 тең 960 азайту 150. 810 тең 810 болады. Келесі 7-ші тапсырма: көрсетілген қосындының мәні шығатындай 3 санды таңда дейді. Балалар, қосындының мәні 100, 990 және 660 шығу керек. 3 саннан таңдап аламыз. 100 тең 12 қосу 68 қосу 20. 100 тең 33 қосу 37 қосу 30. 990 тең 300 қосу 160 қосу 500. 990 тең 220 қосу 430 қосу 340. 660 тең 120 қосу 440 қосу 100. 660 тең 330 қосу 220 қосу 100. Осылай жазсақ болады. 8-ші тапсырма: далада өсетін қалампыр, шашыратқы, ақ тұңғиық гүлдері сағат 5-те, 8-де, 9-да ашылады. Ақ тұңғиық гүлі сағат 8-де, ал қалампыр гүлі одан 1 сағат кейін ашылады. Қалампыр гүлі нешеде ашылады? Шашыратқы гүлі сағат нешеде ашылады дейді. Балалар, бізде ақ тұңғиық гүлі 8-де ашылады екен, ал қалампыр одан 1 сағат кейін ашылады екен. Демек, ақ тұңғиық гүлі 8-де ашылса, қалампыр 9-да ашылады, сонда шашыратқы бізде сағат 5-де ашылады екен. Осылай анықтасақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.